достар. Бүгін сіздермен бірге Сара. Және мен Ботагөз. Бізде бүгін челлендж ұйымдастырып жатырмыз. Бота екеуміз жарысатын боламыз. Джамбо коладан 2,5 литрліктен екеу алдық. Кім бірінші тауысты қасықпен ішетін болады. Кім бірінші тауысты, во-первых, сол адамға 5 мың теңге беретін боламыз. Және де мен өзімнің соткамнан секундомер қойып қоямын. Қанша минуттың ішінде мен мынаның барлығын тауыстып қоямын. Негізінде челлендж бойынша 5 литрлік суды ішкен көп адамдар. Енді біз соңымызға 2,5 литр алдық. Және көретін боламыз. Адамға не бәрі? Егер көп лайк пен подписчик және дезін алатын болса 5 литр көмек көреміз. Обязательно. Сіздерден тек қана күшті коммент, күшті лайк, дизлайк тоже күтетін боламыз. Біз сіздер үшін тырысамыз, сіздердің көңілдеріңізді көтеру үшін, өзіміздігін көтеру үшін. Сіздерден тек қана положительный эмоцияларды күтетін боламыз. Ал сәттілік бізге жақсы. Короче, давайте. 1, 2. Бота кегірме. Бітпеген тұғына. Асықпай жегізбей. Арам, смотрите, какая она хитрюга у нас. Асықпай сикші. Жоқ, түйіріп қарасып қойып отырмын просто. Да ты что, Митя? Арқалатын жағдайым жоқ, бір сөзсіз сонда. Асықпай жегізбей. Ё-моё. Бітпеген тұғай ой. Өйтесі жаман. Ақыл кетіп жатырмын, да асым алар ма? Андағатын бай жөнін жаманға қарап жатырмын. Ей, шеверсен ба? Ой-ой. Бекер айттым ғой деді, осы бақалай да тай еді. Негіз сіңіріп іше салу керек еді Бота. Ла бәрін сөйтіп шалады ғой. Тайсыларға жолай деп жүр ма? Девочка, голосуйте за меня! Давай, начинаем. Да, пішінер асалым онда міне. Платила шайын. Қой! Да, Тут прям запах пошел изо рта у него. Прям, ну ладно, давай. Шумит бок. Алло, тұрмыз, давайте сіз. Мен бір кесе жорпам білмейтін адамға негізінде. Кеседе қолған шығып жатырмын. Білесің мен тамағым қандай екен. Подождем акта 7-го. Ну? Не болды? Асқазаннан дауыстар шыға бастады, оңағысын. Естімді деген айтпаған. Естілмейді тут телефон. Асқазаннан күшті дауыс шықпас еді.
отырмын. Енді газированный. Екеуміз асқазанымыз не болып отыр екен. Меня уже тошнит прям. Мен де еще қайтпайды кекірімге әзер шыдап отырмын ғой. Екеуміздің бітірмейді. Ей, ішсе ме әне қараматсың? Жеңіліп қалмасын деп отырмын да. По-любому жеңем. Бірінші рет менде жүрбесіме демікпей бар. Алқын қойман әзер ішіп жатырмын. Лучше так будет Мен интересно. біріншісін біттім, екіншісін алып жатыр. Как же мне скучно пить. Уже 5 минут вот я, блин, вокруг да около хожу. Чистишь. Сарапой сарашда. Қанша өрген қарасай. Немесе екеуміз әртүрлі? Не өкітті емі? Мен толтыртып құйып жатыр, сен арзан құйып жатсың ғой. Блин, меня аж тошнит, ребята. Потому что мен жаңа стейк жедім ғой. Түсінде жатыр мен. Хорошо, сонда не қары. Аңғарға көрсетіп сіз біреу тамақ жеп жатқан шығар. Мен шығып көрмедім, ана жаққа шыдамайын жатсың ғой туалетке дейін. Түсінбей жатыр ма? Бар, қысқы шығып жатыршы. Түсінбей жатыр ма? Дайындалып отыр, сен алдына түсің. Өлі ақсады қазір. Дауыстар шығып жатыр тамағын. Иди. Иди. 6 минут 35 секунд. Десежін. Кекіріп жатыр. Сіміріп шашсақ дейді. Ойбай баба! Ойбай! Кетті құдай. Ал енді үшіншісін құятын боламыз. Анау барып бірдеңесін істетеміз. Давайте. Давай, начинай. Ой. Амана. Қасқын ішкен қоланы үртірмеге барып. Соққамыз былай ішпейтін адамыз ғой. Давай. Екі үш. Раз, два, три. Ақырын шекше асықпай. Болмай, болды. Уже 9 минут 47 секунд болды. Уже. Құтына бәрі қосылың сияқты. Андай. Дәмін. Бұны білгенде ше. Кәдімгі суға салатын еді ғой, Ал қиын екен негізі кола бар ғой. Егер осылай челленджде түсірем деген адамдарға мен айтамын, сіз боламыз деп кола ем. Еще газированный кофе той екен. Просто кекіріп мазаң кетеді. Түсінбей отыр ма? Не oldu hadi? Отырмыз үшіншісінде до такой степени уже не Шыны можем. керек қиын болып жатыр. Сен біз кекіріп нетіп жатыр. Болмаса біз ойланбаппыз денсаулығымызды, бізге кішкене денсаулық жағынан қиын болып жатыр. Мысалы менде демікпе бар. Алқынып кетіп жатырмын ішкен сайын. Еще ол аздай, асқазаным қосылды. Асқазан уже құсқым келіп асқазанға ауыра бастады. Еще әр ішкен сайын кекіріп отырмын ғой, менен де болады сияқты. Сондай жағынан болып жатыр. Біз шыңғырып ол жағын ойламаппық. Сен де Короче. Айта алмаймын. Сыр білдірмей отырмын шын. барынша, иә. Шыны керек барынша сыр білдірмей отырып жатыр. Отырып. Я болмасын басып қойдық. Аяқтайық. Давай.
Не болса да не болса да. оқырмандар. Иә. Бірақ енді соңына дейін бітіре алмай қалып Но потом соответствующий болу керек оқырмандар. Біз видеоны қарап қайта үзіп тастап жатыр, қайта айтып керек. Қысқа қарап жатыр, қай кезек шешуді керек. Үзіп тастап жатыр, себебі жаңағы невозможно болып жатыр, шыны керек шу. Өте қиындау болып жатыр. Біз өкініп қалдық. Егер бұндай болған білгенде біз таза су алатын едік. Негізі бұның барлығы біздің оқырмандарымыз үшін істеп жатқан нәрсе. Сол себепті давай, что бы ни случилось, деп бастайық. Иә. Сказать. Құрым. Ана қайдадан кекіріп базы. Туалеттің қақпағы ашық тұрған бе? Жауып тұрмын. Дайындала берейін. Ойбай, жаным қыстан. Қысып ба? Қой. Кәдімдей. Қиын екен расымен де. Қыстап жатырмын. Мен действительно асқазан шыдамайды екен. Сара же спокойно жеп жатырмын. Еркін өтпай қыстап не? Мен тамақ негізі өте аз жейтін адам. Кім біледі ғой. Мен даже бүйтіп ұсап пішпейтін адаммын ғой. Сен мен айтшы қалай жейін тамақ? Бір екі-үш адам тамағын дейді бір отырған кезде. Мен болса бір порцияны өзім бітірмеймін ғой. Мен тамақты жегенде кәдімгідей екі-үш адам тамағын сразу жеймін. Симірмеймін вообще не жесем де, как видите, модельная внешность. Вот. 46 салмағым. Сен ше бота? Екі келі ұрмасын да. Бірақ айта... Тамақ өте аз жеймін, негізінде бірақ сонда да не азмайды. Бірақ мен диабетпен ауырған кезде, мен салмағым 44-ге дейін түсіп кеткен болады. Мен өз салмағым 67-68 сондай болды. Резко одан 44-ге бір айдың ішінде түсіп кеткен. Ал уже сахар диабетте қалай жазылды? Өз салмағыма келіп алып, елі бірден ба, сонда бір айдың ішінде. Уже тамаққа неге не болған жоқ. Біз не сұхбат қылып жүрміз ғой. Давай бірден бастайық. Еще бір кезде мен бір өзім бір күнде 5 литр су ішемін. Сахар болып жүрген кезімде. Ал қазір наоборот іше алмай отырмын. Өзі таңғалып отыр, өзі қалай ішкен 5 литр суды деп. Шыны керек. Жоқ, 5 литр суды мен 3 сағатта ішсем. Давай, начинай. Енді есіме түсіп жатыр. Мен де шыдамайын достар. Ауырып жатыр өзі. Ужас. Мен ше, білмеймін, мен тауыстамайын. Сондықтан денесім зағын береді да. Мен өз денсаулығымды мен білемін. Қазір өздеріңіз көрсет. Сара қысқан жоқ. Мен 2 рет па, 3 рет па қысып тастадым бір отырған кезде. Бүгін жеген тамағын бәрін аузына шығарам.
Қысан мен кізі. Достар, біз вообще ужас болып жатырмыз. Только что я сходила в туалет. Блин, это просто жесть. Иә, өте қиын расымен де. Және егер осы челленджді түсірем дегендер болса, мен кеңесім жай су алғандарыңыз дұрыс. Себебі кола мен тем более газированный нәрсе өте қиын екен. Мазам кетіп жатыр. Иә, жаман болып жатыр шыны керек. Біз оқырмандарымыз үшін осындай түрлі видео түсіріп, мы стараемся для вас же. Ендігі жолы қандай видео түсірейік, не істейік, комментариядан сіздерден күтетін боламыз. Ой салып кетіңіздер бізге, ендігі жолы не түсірейік, не қылайық. Мы вам не советуем деп қандай түсіруге. Керек емес, это просто... Тем более газированный кола болғаннан кейін бізге қиын болып кеткен сияқты болды. У нас еще у обоих гастрит, это вообще Қиын болды. Да. Денсаулық жағынан решила, конечно, нельзя. Тем более, жаңағыдай немен демікпесі бар. Мен басында байқасам да айта бастағандай ақырын ішемін. Сенімен наумен қосып жатсам да мен алқынып барады, маған даже ішпей тұрмай жұтылуым өзі қиын болып кетті да соларын. Сондықтан да так, достар, мы мынау видеомызды заканчиваем. Сіздерге тек қана сәттілік. Спасибо за просмотр. Сіздерден тек лайк күтетін боламыз, комментарияда естеріңізден шығармаңыздар. Ендігі видеоны қалай істесек болады, қандай темаға видео түсірсек болады, сіздерден міндетті түрде күтетін боламыз. Сіздердің ойларыңыз біз үшін маңызды. Сол себепті рахмет бізбен бірге болғандарыңызға. Сіздерден тек қана положительный эмоция күтетін боламыз. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер мен тіркеліп кетіңіздер. Всем удачи, пока. Жасалаңыздар, келесі кездескенше.